Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Оқушылар, алдымен оқулығымыздың 26-27 бетін ашып дайындала қойыңдар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз мәтін және оның түрлері. Оқушылар, 45-ші жаттығуға назар аударамыз. Қаз бен ит өлеңдегі көп нүктенің орнына 29-ші беттегі сөздерді қойып оқы дейді. Оқушылар, қажетті сөздер: қиды, тұр, батады, шаңқ-шаңқ, үрмейсің, жатады, қаңқ-қаңқ, қашады, қатады. Осы сөздерді тиісті көп нүктенің орнына қойып, өлеңді мәнерлеп оқып, өлеңнің мағынасына назар аударамыз. Одан кейін сол түсінгеніңді сөзбен айтып бер. Өлеңдегі негізгі ойды анықтап көрші. Иттің орнында қаз, қаздың орнында ит өмір сүре ала ма екен? Жарайсыңдар. Олай болса, келесі жаттығуға назар аударамыз. Дәптерлерімізді ашамыз. Бүгінгі күннің жадын жазамыз. Бүгін қыркүйектің 21-і. Сынып жұмысы. Оқушылар, 46-шы жаттығу және 47-ші жаттығуды дәптерге әдемілеп жазамыз. Бұл жаттығулар жазбаша тапсырма.